Фотосинтез. Өсімдіктер тек көмір қышқыл газ, су, күн сәулесінің энергиясын пайдалану арқылы өз-өздерін қоректендіре алады. Бұл химиялық реакция фотосинтез деп аталады. Және ол жердегі тіршіліктің барлық күрделі түрлерін қамтамасыз етеді. Әрбір жапырақ күн энергиясын тұтынатын қорек фабрикасы. Өз қорегін өндіру үшін өсімдікке қарапайым ингредиенттер тізімі қажет. Су және көмір қышқыл газы. Су өсімдікке тамыр жасушалары арқылы түседі де, жапырақтарға ксилема деп аталатын түтікшелермен жеткізіледі. Атмосферадағы көмір қышқыл газы жапырақтың ішіне саңылаулар деп аталатын кішкентай тесіктер арқылы кіреді. Фотосинтез хлорофилмен толтырылған кішкентай жасуша қапшықтарда, яғни хлоропласттарда жүреді. Хлорофил бұл басты кілт. Ол күннің энергиясын ауадан келген көмір қышқыл газы мен судан келген сутегін байланыстыру үшін қолданады. Бұл үдерістің нәтижесінде өсімдіктің жетілуіне қажетті крахмал түрінде сақталатын глюкоза түзіледі. Сонымен қоса, оттегі газы бөлінеді. Көмір қышқыл газы сияқты оттегі саңылау арқылы алмастырылады. Фотосинтез реакциясының теңдеуі қарапайым. Бұл маңызды үдеріссіз өсімдіктер өсе алмас еді. Егер өсімдіктер өспесе және көбеймесе, басқа ағзалар қоректен алмайды. Өсімдіктер тағам тізбегінің негізі болып табылады. Өсімдіктердің көмір қышқыл газын тұтынуы және фотосинтез арқылы оттегінің бөлінуі біздің тіршілігімізді қамтамасыз ететін атмосфераны құрайды. Сондықтан фотосинтез ең маңызды химиялық реакциялардың бірі.